Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын өпипай пирожныйлардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен аппақ түске енгенше араластырып аламыз. Жұмыртқа бізде міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Оның үстіне ертілген сары майымызды және де водяной ваняда ертіп алған шоколадымызды, менде Қазақстан шоколады, тағы да араластырып алатын боламыз. Енді құрғақ қоспаларымызды қосып шығамыз. Барлығын бірден қосып жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп қосып араластырып шығатын боламыз. Құрамына керекті заттардың бәрін видеоның астына жазып қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне достар, бізде дайын болды. Енді қапшығымызға салып, тапамызға видеода көріп тұрғандай орналастырып шығатын боламыз. Қызып тұрған 180 градуста пісіріп аламыз. Енді бізде крем дайындаймыз. Креміне ең алдымен қант ұнтағын електен өткізіп алдым. Және де оның үстіне творожный сырымызды қосып, бір қалыпқа енгенше араластыратын боламыз. Осының үстіне кілегейімізді қосып және араластырып, бір келкі болғанша кремімізді дайындаймыз. Міне достар, креміміз дайын болды. Өте ерекше болып, қою болып шықты. Енді біз пирожныйларымызды жинайтын боламыз. Міне достар, видеода көріп тұрғандай пирожныйларымызды кондитерлік қапшықтың көмегімен жинап шығамыз. Өте дәмді әрі дастарханның көркін кіргізетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.